Страшный жаңбыр. Екеуі мені көрсе точно қуанат жа Мұстафаға ойбай Мұхаммед келді міне батырым деген. Неужели вы пришли, я? Осындай алқа қызығып сөйтіп жүрген ме деп. Мынандай ғой. Міне бүйтіп ашылады. Міне ашылған кезде міне 90 мың салдым. Қазір қайтадан көрсетем, салып алайын, Біз өзімізге таңғы асқа қазір пиццаға заказ бердік. Мынандай колаға заказ бердік. Сен фьюз чайың қайда, Фатима? Мен саған фьюз чайға заказ берген. Өзіме кола алдым да, Фатимаға фьюз чайға заказ берген. Бір донер. Сол жердегілер қызым. И блинныға заказ бердім Фатимаға. Қазір осы таңғы асымызды ішіп алайық. Мына жерде мына жігіт жатыр, бізге жете алмай. Сізге таңғы ас жоқ, сізге. Ораманан жасап жатырмын мен. Ана жерде екеуі монтаж жасап жатыр Фатиманың видеосына. Ерекше форматта жынды болған. Өздері риза. Өздері риза болады. Новый бөлме. Все. Тамағым жасап алайын. Все, жасап қойдым. Бір табақ, екі табақ. Шықтым мен. Далада жаңбыр жауып тұр, бірақ жұқа киіне салдым, машинамен барам ғой деп. Мұхаммеджанды неден алам? Сабақтан, Аружан екеуін. Сосын Вайлберстен заказымге қапты, сол заказымды алам. Сөйтіп шығып келем. Фатима мультик көріп отыр, Барбоскин. Уже мұздап жатырмын. Жаңбыр уже қараңыздар. Кеш батты, негіз кешкісін жүрмейтін едім. Просто 3 күн далаға шыққан жоқпын. Сол үшін бүгін өзім барайыншы деп, өзім баратырмын. Машинам қайда екен енді? Ұмытып қалдым уже қайда тұрғанында. Мә, күшті болып тұрған мына далашы. Себелеп тұр жаңбыр деген. Нұр жауып тұр ғой, нұр себелеп тұр. Шықпадым. 3 күн шықпадым, ана Мұстафаның тісі шығады деп, сонымен алыстықта үйден вообще шықпадым. Еще мынандай спортивканы қараңыздар, сусып отырып. Ақшамды алып алдым, кілтімді. Ақшаны Каспиге салу керек болып тұр. Каспиде вообще ақша қалмады. Мә, страшный жаңбыр. Әлі басылмаған ғой. Түнімен жауды, бүгін күнімен жауып жатыр. Масқара жаңбыр енді. Балаларымды алу бақыты бүгін маған бұйырып тұр екен. Қатты қуанып баратырмын. Мұхаммеджан мен Аружанды алуға. Жандарыма. Екеуі мені көрсе точно қуанат жа Мұстафаға ойбай Мұхаммеджанға жан балам сені мен алатын болдым деп. Болды анашым, күтем сізді деген дауыс шықты ғой. Оларды алмағалы уже. Білмеймін. Босанғалы бері вообще алған жоқпын ғой. Міне 4 ай. Прикиньте. Келді міне батырым деген. Шешін тістап. Сәткі қараяқтақ қойсай. Папалар құсап. Қалай болды сабағың? Неге? Қой, не қылды? Неге ұнамады? Ұнамайды сабақ барлығы. Онда әйел алсай, құрсын. Сразу Не? Жұмысқа хочу. Жұмысқа хочу. Сен дым білмей, сені кім жұмысқа алады? Ол үшін бірінші оқу керек. Не, бүгінгі күніңде не ұнамады, батырым? Барлығы. Не, например? Даже душы ұнамады. Душы саған ұнайтын еді ғой. Жындағы ғой, далаға шығарма. Мынандай күнде саған ағай далаға шығарады деп ойлайсың ба? Сен кішкене миыңды істетсей? Мынандай жаңбырда ойнағың келді ма? Сен анандай... Кезінде жаңбыр болмайды. Ой, өтірік соқпа, күні бойы жаңбыр болды. Сен сағатпен теріс жүретін адамсың ғой былай. Қарашы енді айтып отқан сөзіңді. Мен білемін ғой енді. Нені білесің, күні бойы жаңбыр жауып жатқан жоқ па, Қожанасыр? Бұрынғы кездің Қожанасыр. О, ақымақ. Еще деген. Жынды ағайдақ қояды ғой. Молодец сенің ағай. Красавчик. Судың ағынымен теріс ағады ғой менің баламшы. Су былай қарай ақса, бұл былай қарай ағады. Ай, соңғы енді Аружанды күтіп отырмыз қазір. Аружан шығу керек. Несеміз? Аружанды алып, Айша
магазиннен нори ма бірдеме ала кеш дейді. Ертең еңбекке керек екен. Ораманнан жасақ қойдым балам. Сені любимый тамағым жасақ қойдым. Тамағым жасап, сөйтіп шығып кеттім. Қуанып отырмын балаларымды сабақтан алатыныма. Қандай мамасыз? Қазір Вайлберстегі затымды аламын. Магазинге кіреміз. Сол бүгінгі жұмыс сондай болып тұр енді. Вайлберстен күшті затқа заказ бердім. Өзіме ұнайтын бір зат. Маған көрсетем. степлер. Какой степлер? Сен өзің ештеңеге керек емес дедің ғой. Мен Фатиманы бөлеседі ғой. Не ойнап отырсың көрсетші. Мынау менің новый аккаунтым. Бравл Старстан ба қайсыдан андай не шыққан? Тапсырмалар берет, типа не, мысалы үйіңе газды қосып қой деп айтады, сөйтіп газ қосып қояды бала деп. Ондай ойын жоқ мықты. Бравл ма жоқ ол не анау? Майнкрафт па? Бұның ішінде тапсырма жоқ па? Только мынандай ғой, квест. Ояқта сен, например, Шейлі деген байыспен 3 рет жүресің. Сол кезінде саған мынандай береді да, сосын сен мынандай аша аласың. Жоқ, тапсырма бере ма, соны айтсай? Тапсырма береді, бірақ адамда шын өмірде тапсырмалар бермейді. Тек ойыннан. Майнкрафтта вообще тапсырма жоқ. Онда қандай ойын болды ол? Тағы қандай ойын бар? Бір ойында харам деп менің комментарийіма балалар, сол ма? Комментарийіма өлтіріп жазады балалар. Неге харам деймін да? Несі харам болды? Мен YouTube канал Brawl Stars дейді. Өзің каналыңды ма? Балам айтады, каналымды Brawl Starsқа өзгертейін дейді. Сіздерге көрсетем, ол өте күшті ойын. Қызықты ма? Жазыңыздар комментарийға. 2 аккаунтым бар да. Бір аккаунт өте мықты, а екіншісі чёртский. Мен оны қазір екіншісін добивать етемін. Короче, каналымды өзгерткім келеді, өзім істегім келеді деп жатыр. Бер өзіме деп. Соны қалай ойлайсыздар? Сондай түсірсін ба? Brawl Stars па? Иә. Комментарийға жазыңыздар. Неужели вы пришли, я-моя? Жаныма қуанып кеткен. Аружан. Захотел победить. Қалай болды күнің? Енді сен айт, Аруш. Күшті өтті ма? Көріңіздер ма? Ойбай, энергияда тасып тұр. Машинаң қозғалтып өтсің. Дайын үшін келген өткен? Енді екі ойын ойнап кеткен бар. Менің любимый игра мой. Ты проиграешь. Не ойын деймін да. Міне екі зат кепті. Мынау, бұл андағы не ғой? Айшаның База под макияж? Жоқ, андай мойнына тағатыны. Мынау менікі. Күшті нәрсе. Барған соң ашып көрсетем. Аружан магазинге барып айтқан заттардың бәрін алып келе. Көтерісіп келесің Аружанға, есік байқамаш. Магазинге барам деп отырған ғой, тағы ұмытып кеткен ғой. Ұмытып кеттім деп отыр. Кепка мына жерде қалды. Ой, баламай. Ұлдардың бәрі осындай ма? Білмеймін тегені кейбір пысық ұлдар болады ғой, менікі пысық емес тымда. Кейін келінім пысық болса екен деп бірмен не деп болса. Бір құт әкепті маған. Өзіміз бір-бірден. Мама, өте вкусно. Артында тұрған соқ қой, керек емес ішпеңдер, сұрап өтіп кетті. Келдік ал. Қалған заттарымды алайын. Келдік. Екеуі де Айша ма? Иә, ертең еңбекке апарат кен, соны әкел деген ғой. Я думала, вы челлендж снимать будете. Я один нам думала. Бізге емес. Я хотела море. Сразу Вайлберстен алған заттарымды ашып тастай салайыншы, аты киіну керек. Күшті нәрсе менікі. Өзімдікі күшті әйтеу. Арманда жүрген нәрсем ғой. Не ол? Кітап? Блокнот? Бизнес? Екеуі деміз. Не ол? Мынандай ішінде қағазы бар. Ақшалардың ба? Наклейкалары бар. Кошелек бар?
Ту шыдамың жетпей кетті ғой сенің де бір. Бюджет деп жазылып тұр. Я планер. Міне. Мынандай нелері бар. Иә. Қалталары бар. Қазір салам. Кішкене босағаннан кейін. Мынандай сызғышы бар ішінде. Мынандай сызғышы бар. Сосын мынандай ручкасы бар өзінің. Мінекей мынандай ручкасы бар. Мына жерлеріне саласың, короче. Типа блокнот қой бұлшы. Мен қазір жинап жүрген ақшаларым бар. Как раз солардың бәрін осыған распределять етем. Осыған салам. Тісіме деп жинап жүрген ақшам бар. Сосын тағы да бір нәрсеге деп жинап жүрген, капит етіп жүрген ақшаларым бәрін осыған салам сіздермен бірге. Кішкене деңгейіне. Ал енді Айшаның екінші затын көрсете салайын. Айшадан не деді? Немене жағылысып кетті ме? Айшаны күн көргім деп жатыр ма? Айшаны осындай кішкентай ғана мынандай. Мама, кстати, маған бір қыз сырға берді. Бір қыз дегенде подругам берді. Көрсетті. Ой, я его в школе забыла. Пакет болған, мен пакет. Қандай пакет? Ана пакетке прошлый туған күні берейін деп ұмытып кеткен да. Сөйтіп бүгін бергісіге берді. Сосын мен оны Кім Амина 5 август. 5 деген не ол? 5-ші классы. Ол сен 6-сың, ол 5 қой? Иә. Бере ма не сөйтіп бір-біріне? Мен оны білем, біз подругамыз. Сонда 5-ші класспен подруга бола бересің ба не? Ну, мы с ней давно. На, 5-ші класстағы подружкаң саған сыйлық берді ма? Иә. Күшті қандай. Мінекей мынандай да. Мен уже біліп тұрмын, өйткені мен программадан келеді ғой бізге. Программадан келеді ғой бізге қандай зат келгенін. Міне. Осындай алқа. Қызығып сөйтіп жүрген ме деп. Мынандай ғой. Міне бүйтіп ашылады. Міне ашылған кезде 4 жүрек болады. Жабылған кезде магнитный ғой. Қызығы өз сөйтіп өліп жүрген. Мама, алғым кеп жүр деп. Сонымен Вайлдберстан тауыпты. Олай мен тамағым пісіп кеткен шығар. Тамағыма зуладым мен, короче. Өз дұрыстап алар. Сол тамақ ішуге кеттік. Балам жылап кетіпті. Все, тамағымызды ішіп болдық. Енді қазір прямойға кіреміз, наверное, да, қызым. Мен кірем, сен кірмейсің бе? Сабақ бар. Сабағы бар. Мен ергіп отырмын. Қандай планерімді бағана сіздерге көрсеттім. Мен бастан эфирде бастақ қойдым, мен енді ренжімеңіздер. Прямой эфирге шықтым, сол кезде сразу бастаптыстан мына жерге міне 90 мың салдым. Қазір қайтадан көрсетем, салып алайын, не? Мына жерге 50 мың салдым. Мынау менде 90 мың тісімді жасатуға осы айда жасатам деп 90 мың жинап қойдым. Сосын мынау менде инвестицияға 50 мың салам. Айына сөйтіп салып тұрам. Так, мына жерге қазір тағы да жазып сіздерге айтам не үшін істегенімді, иә. Мына жерге, короче, тісім деп жазып қоямын, әртүрлі сөйтіп жазам. Істеп алайын қазір. Тісіме 90 мың алып қаламын. 10 мың, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, короче, 40 деге, 50, 60, 70, 80, 90 мың. Осы 90 мыңды. Осы айдағы целім тісімді жасату. Келесі айға тағы да тағы кішкене тісім қалады ар жағында. Соларды жасатуым керек болады. Мына айда мінекей. Так. Тісіме деп жазып қойдым. Все, 90 мың жетеді. 90 мыңға келісіп қойған, просто мен. Енді мына жерге инвестиция. Инвестицияға так 50 мың алам мына жерден. 20 мың, 30 мың, 40 мың,
50 мың. Осы айдан бастап мен инвестицияға деп 50 мыңнан өстіп алып отырамын. Тапқан табысымның 1%-терін өстіп алып, инвестицияға құям, салып отырам. Өзімнің шешімім. Екеу кетті. Енді үшіншісі 25 мың теңгем қалды. Ол 25 мың теңгені неге өзіме спортивка алам дегем. Тағы да қосуым керек. Пока 25 мың сала тұрам. Осы қалған соңғы ақшамды сол спортивкаға деп салам. Кепка, спортивка алуым керек. Киім деп сала берейін, мына жерге киімге деп сақтаймын. Өйткені бар ақшам осы ғана қалды. Енді ертең түскен соларды ақырын өстіп жинайтын болам. Міне мына жерде әлі бар қалталар. Қазір мен мына жерден сары светін алайын. Сонда шатас кетпейсің да, нан жазып қойсаң. Киімге деймін. Кепка алуым керек. Бір 3-4 кепка алам, бір 2-3 спортивка алуым керек. Ақша жинап алып, ойлап тұрмын, бірақ барып алайын деп ше. Бір талдан алып жүрмей. Мына жақта әлі бар, енді оларды мақсатымды анықтап, сөйтіп барып бірақ салатын болам. Мынау не болды екен, ал енді мынандай бір нәрселер шықты. Газ, фуд дейді, даже тамаққа жинауға болады екен. Сол бар ақшам, осы. Мынаяқта 90 мың, мынаяқта инвестиция 50 мың, 140 мың, киімге 25-165 мыңымды өстіп салып қойдым. Енді неге бітемді? Ручкасы бар. Ручка өзінің арнайы ручкасы. Не бітемді? Бітіп. Чүк өткізіп. Осылай сақтайтын боламын ақшамды. Қуанып тұрмын осыны алғаныма, қол жеткізгеніме. Қанша болған? Біраз ақша қалдым мұнда. Потому что осылай жинау өте ыңғайлы. Чем маған копилкаға салып, сосын ұмытқап, қайсына жұмсайтынды білмей жүргеннен де осы маған өте ыңғайлы. Айша несіне сабағына, еңбек сабағына не керек деп, мынандай 2 нори алдырды. Жаңа магазиннен аружан алып. Айшанан біреуде жетпей ма саған, дәу ғой? Ішінде біреу жұма. Саған екеу аласасын құрсын, бір штук қана апарып ят болғанша, е? Аласал екеуінде. Сосын мен өзім ең жақсы көретін семечкемді алдырдым жаңа аружанға. Тамағым ауырып тұрса да осыны шағайын деп тұрмын ғой қазір. Лиферден кейін. Біреуінде аласайыншы. Екеуінде аласал құрсын. Өстен сумкамы сыймайды ма еще? Ұят боқамай ма, жетпей қап сосын. Тағы да келеді. Раксада бар, мама, раксада бар. Просто мынаны үйде ешкім жемейді, аружан ғана жегісі келіп тұр ғой. Онда біреуін ашып. Сен жейсің бә не? Саған ұнай не? Камераны дұрыстап көрсет. Давай, аружан ақыры айтқанын істетті аружан. Бағанан бері жегісі. Ай, бақаның көрпесі. Бақаның көлшігі. Мен сөйтіп айтам, бұны қараңдаршы, бақаның көрпесі сияқты ғой. Комментарийға жазыңдар, я апай, бұл бақаның көрпесі денсаулыққа өте зиян. Надан былай жастық жасауға болады, былай жамылып жатуға болады, матрас жасауға болады, былай. Капуста очень вкусная. Это вообще-то знаете, из чего сделано? Полезная вообще. Бақаның несінен жасалған. Из морской капусты. Давай, еще. Давай. Давай, балам. Дези, қайталамай қалып. Айша Мұстафаны бағып отыр, мен чай ішіп алайыншы деп. Кішкене шемішке, мынандай печенье, шоколадпен шайымды ішіп алайыншы деп жатырмын да. Қарным тез ашып кетеді ғой менікі. Емізгеннен кейін.